Ассалаумағалейкум достар. Менің атым Аян. Бүгін сіздерге турникке қалай силовой шығу керек екенін үйрететін боламын. Видеоның соңына шейін мұқият қарап, зер салып отырыңыздар. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let. Короче, кеттік достар, бастаймыз. Бізде бірінші очередте сіздер, яғни бұлай сразу шығып кетпейсіздер. Бірінші, әрине ол тартылу керек. Яғни кемінде сіздерге 10 немесе 15 рет тартылу керек. Тартылуды білесіздер енді, оны көрсетудің қажеті жоқ. Келесі тақырыпқа келейік. Сіздер сілкініп, сілкіну арқылы өздеріңізді икемденесіздер. Короче, ол бұлай кеттік. Короче, достар, мені осылай сілкіну арқылы сіздер сәл бұлай болса да икемденесіздер. Так, сонымен достар, біз екінші қадамды да бітірдік. Үшінші қадам ол яғни пол силовой, яғни қазақша айтқанда жартылай шығу арқылы үйренесіздер. Оны қазір көрсетемін. Келесі төртінші қадам достар, бұда да тоже сілкінесіздер және пол силовой шығасыздар. Бірақ бұда сіздер пол силовойды білдіртпей, яғни жылдамырақ істеуіңіз керексіздер. Былайша жылдам кетесіздер, ол кезде сіздер фулға, яғни пол силовойға жақынырақ келесіздер. В общем, ол былай. Келесі бізде 5-ші қадам достар. Бұда сіздер пол емес, яғни жартылай шықпайсыздар. Бұда фул шығасыздар. Яғни достар, фул дегенде бұда яғни сілкінесіздер және бұлай фул сияқты шығасыздар. Бұлайша сілкінесіздер, одан кейін шығасыздар. Ол бұлай, короче. Келесі 6-ші қадам достар. 6-ші қадам жоқ негізі, бірақ 6-ші қадам бар. Яғни достар, сіздер фул силовойды үйреніңіздер. Ол бұлай. Кеттік. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Келесі бізде достар, келесі демеймін, яғни бізде қорытынды жасаймыз. Қорытынды сіздерде физикалық күш болу керек, яғни силовойды жасауға. Яғни дрыш арық болмауыңыз керексіздер. Ода бірінші отжимания, яғни отжиманияны кемінде 30 рет жасауыңыз керексіздер. Ал турникті жаңа айтып кеткенде 10-15 рет жасауыңыз керексіздер. Яғни физикалық күштеріңізде болу керек достар. Ал сіздер яғни араңызда бір арықтар болып қалса, олар үйрене алмай жатырмын деуі мүмкін. Бұл мен көрсеткендерді істей алмайды, яғни дұрыстарша. Достар, сіздерде физикалық күш бар деп ойлаймын. Сіздер осыны жасай аласыздар. Тек ми керек. Ми және күш керек достар. Сондықтан сіздердің қолдарыңыздан келеді. Видеоны қарап кетпей, бұны үйреніңіздер достар. Сіздерге сенем. Короче, егер осы видео ұнаса сіздерге пайдасы тисе, лайк басып және арнаға тіркеліңіздер. Және қоңыраушаны достарыңызды шақырыңыздар. Сіздерге риза боламын. Бұның бәрі сіздер үшін. Достар. Короче. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love
for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over